Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз әдебиет 89-шы сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмей салдың арнаға жазылып кет. Бейбіт өмір тамаша. Бірінші тапсырма. Суретке қарап, жер бетіндегі бейбіт және өмір туралы әңгімелеңдер. Бұл жерде екі жас бала, яғни бір қыз бен бір бала өте бақытты өмір сүріп жүр. Өздерінің өмір сүргендеріне разы болып, бір-бірін қуантып, екеуі өте бір күшті әсерде табиғатта серуендеп жүре. Екінші жаттығуға өте берейік. Ақ көгершін әнін жазған Баймұхамедов, сөзін жазған Ажыбанов әнін тыңдап қосыла шырқаңдар дейді. Бұл жерде Оразақын Асқар 1935 жылы туылып, 2019 жылы қайтыс болған ақын. Қытайдың Шығыс Түркістан өлкесі Іле аумағында Мөкей Қаратас жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорға қазақ тіліңді» тағы басқа өлеңдері бар. Түсініп оқы дейді. Жұлдыз тойы. Юрий ашып ғарышты, аймен адам танысты. Мен ұшамын бетке алып, есек қырғын Марсты. Шолпан, Уран, Сатурн іздеп келе жатырмын. Меркурий, Нептун, Плютон қарсы алатын батырмын. Табылар бір тіршілік, көрем іздеп құлшынып. Сыйға тартым жоқ болса, егіп өзім гүл, шыбық. Ғарыш қару қоймаға, айналар деп ойлама. Соғыс емес жұлдызда, болды тек тойғанан. Оразақын Асқар. Енді бұл жерде талдау сұрақтарына жауап берейік. 3. Табылар бір тіршілік деген кейіпкердің арманын түсіндіріп беріңдер. Табылар бір тіршілік деген осы жер ғаламшарынан да басқа бір ғаламшар бар екенін айтқысы келген. Табылар бір тіршілік, тек біз ғана тіршілік дүниесін, яғни жер ғаламшарында біз ғана емес, тағы да басқа тіршіліктер бар. Табылар бір тіршілік деп өзінің ойлаған нәрсесін айтып кеткен. Ақынның басқа ғаламшарға бару туралы армандары орындалу мүмкін бе? Әрине орындалу мүмкін. Әр қандай арман мақсат арқылы орындалады. Армандай білсең, арманың орындалады. Басқа ғаламшарға бару ол өте үлкен мақсат, арман. Басқа ғаламшарға да осы көптеген ғалымдар барып келген. Юрий Гагарин, Тоқтар Әубәкіров барып келген. Армандар орындалады. 5. Мына заттар ақын үшін ненің белгісі? Бұл заттар ақын үшін тіршіліктің белгісі. Бейбітшіліктің белгісі ретінде суретке не қосар едің? Ойыңды жаз. Бейбітшілік белгісі ретінде суретке көгершін құсын қосар едім. Өйткені көгершін бейбітшіліктің, бірліктің символы. 7. Кестемен жұмыс істеңдер дейді. Өлеңдегі кейіпкердің арманы қандай дейді? Эпитет сөзбен сипаттаймын, теңеу сөзбен сипаттаймын дейді. Өлеңде кейіпкердің арманы тіршілік етуге қолайлы жаңа ғаламшар табу. Ол жаңа әлемде гүлмен тал егіп, бейбіт өмір сүруді қалайды. Суреттегі бала қиялынан туған ғаламшар қандай? Суреттегі баланың қиялынан туған ғаламшар, яғни ғарышқа қатты ұқсайды. Бұл қиялдан туған ерекше әлем. Мұнда өсімдіктер тіршілік ете алады, себебі кейіпкер бұл жерге гүл мен шыбық тал егуді армандайды. Енді 8-ші жаттығу. Өлеңдің негізгі ой қай шумақта айтылған оқып бер дейді. Негізгі ой осы. Табылар бір тіршілік дегенде шумақта айтылған. Менің ойымша ғарыштық тағамдар біздің өмірімізге әсер етуі мүмкін. Қазіргі кезде біз сақпа құттағы конверсиялды өңделген тағамдарды жиі пайдаланамыз. Сонымен қатар ұшақта бізге ғарыштағы тағамдарға ұқсас өнімдер ұсынылады. Ғарышкердің мәзірін дайындауға кім жауапты? Ғарышкерлердің тамағын НАСА ғарыштық тағам жүйелері зертханасына қызметкерлері әзірлейді. Азық-түлік дұрыс сусыздандырылып, бұзылмайтын етіп вакууммен қаптап, оларды тұтыну үшін астронавттар қыздырмас бұрын арнайы регистратор камерасын пайдаланады. Яғни бұл қосымша ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңдар.